Сәлеметсіңдер ме, құрметті әріптестер. Менің аты жөнім Тілеубаева Шынар Амангелдіқызы. Осы Қайнар бала бақшасында қазақ тілі педагогы болып жұмыс атқарамын. Менің бастапқы міндетім біздің кішкентай балаларымызды қазақ тіліне, мемлекеттік тілге деген қызығушылықтарын ояту. Өзге ұлт балаларын қазақ тілін құрметтеуге, ана тілін құрметтеуге үйрету. Мен үшін қазақ тілін үйрету жай ғана мамандық емес. Балаларға қазақ тілге деген сүйіспеншілігін, қызықты да танымды болу үшін қызықты ойындар қолданамын. Және жаңа технологияларды қолданамын. Интерактивті, немокесте, әртүрлі ойын тәсілдері бар. Биылғы оқу жылынан бастап біздің балабақшада тілге бойлау жобасы басталды. Ең басты біздің мақсатымыз балаларға, өзге ұлт өкілдері балаларына қазақ тіліне деген құрмет және еркін сөйлеуге, өз ойын жеткізу үшін қарапайым сөздерді білуге, қазақ тілін үйретуге ойын әдістерін пайдалану балалардың тілді меңгеруіне үлкен әсер етеді. Ойын арқылы бала еркін сөйлейді, жаңа сөздерді тез қабылдайды және белсенді түрде үйренуге ұмтылады. Менің тәжірибемде ең тиімді ойындардың бірнешеуімен бөліскім келеді. Ойын әдісі балалардың тілді тез үйренуіне көмектесіп қана қоймай, олардың сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. Сондықтан қазақ тілін оқыту барысында ойындарды белсенді қолдану өте маңызды. Балалар ойын барысында тілді еркін меңгереді, өз ойларын толық жеткізуге үйренеді және ұйымдастырылған іс-әрекетке белсенді қатысады. Сол себепті мен ұйымдастырылған іс-әрекеттерімде әртүрлі қызықты ойындарды қолданамын. Туған жерім, қазақ дейтін елді, әкем туған жерде, ата жолын жалғап, туып өскен менде. Әмі саламым шалқып, домдамды татты, басқа жерден туған жерім арыз.